Белгілі мемлекет және қоғам қайраткері, ғалым, профессор Мырзатай Жолдасбеков өзінің туған жері Талас ауданы Ақтөбе ауылындағы мешітке Меккеден арнайы алдырған Құран кітабын сыйға тартты. Қасиетті кітапты имамдар мен ауыл азаматтары Ақтөбе имам мешітіне орналастырды. Талас ауданындағы Ақтөбе ауылы бұл шағын ғана елді мекен. Құт берекесі бар осы ауылдан көптеген елге белгілі азаматтар шыққан. Солардың бірі белгілі әдебиеттанушы ғалым, елші, көптеген ірі ғылыми еңбектердің авторы Мырзатай Жолдасбеков. Ол өз ауыл Ақтөбеге үлкен мешіт салдырып қана қоймай, Меккеден қасиетті Құран кітабын алдырып, осында сыйға тартуды жөн көріпті. Сонау бүкіл мұсылман әлеміне, мұсылмандарға қасиетті болып саналатын Мекке жерінен келген осындай Құран кәрім Алланың кәләмі. Не осы бүгін Әулие-ата келе жерінде, Талас өңірінде, осы Ақтөбе ауылды мекенінде, осы Ақтөбе мешітіне, жалпы осы жердегі мұсылман қауымына осындай үлкен бір сый-сияпат бүгін беріліп жатыр. Бұл Алланың кәләмі Құран кәрім, сонау қайталап айтамын, Мекке қаласынан келген Құран кәрім. Алла Тағалаға сансыз шүкірлер болсын. Осындай бір үлкен бір сый-сияпат беріп жатқан азаматтарымызға, мұсылман бауырларымызға, жалпы халқымызға, ел жұртына, мұсылман әлеміне осындай үлкен бір сый-сияпат жатқан азаматтарымыз Алла Тағала береке берсін. Бұл Құран кітабының салмағы 7 келі тартады. Ішінде Құранның барлық аяттары мен сүрелер жазылған. Ақтөбе имам мешітінің қақ төріне қойылған қасиетті кітап бесін намазына жиналған барлық жамағатқа көрсетілді. Ең бастысы осыны алдырып отырған азаматтардың Алла жолын ашсын. Елімізді түрлі бәледен, қауіп қатерден сақтап, Алла жар болсын деп дұға етті келушілер. Бүгінгі іс-шара бұл жерде болып жатқан мынау Ақтөбе деген елді мекенінде Мырзатай Жолдасбековтың осының халық үшін осы діни жолына мешіт алып берген жөнінде бұл Ақтөбе басынан киелі ауыл. Бұл Ақтөбе деп не бір кішкентай төбенің атынан айтылады. Бұл Ақтөбенің кішкентай төбенің ешқандай режимі ешқандай ашылмай кеткен мұның. Қай уақытта болған қай? Ондай тарих бұл 6-шы ма, 5-ші жылдар ма бергеректе болмаған жұмыс. Одан кейін бұл ізгілікті іс-шараға келген жұртшылыққа мешіттің кітапханасы көрсетілді. Мұнда Мырзатай Жолдасбековтың әр жылдары жарық көрген кітаптары мен ғылыми еңбектері, түскен суреттері мен туған ауыл туралы құнды мәліметтер бар. Осы шараға Астанадан арнайы келген қобызшы композитор Әлқуат Қазақбаев өз өнерін ортаға салды. Әрине, туған жер киелі жер, ал оған рухани дем беру елдіктің белгісі болса керек. Айбол Қарашев, Тоқтар Терлікбай, жаңалықтар қызметі, Талас ауданынан.